Менің бүгін досымның туған күні болатын. Мен досымның туған күнінен өте түнде шықтым. Және де қатты қорықтым, себебі дала түн болып қалған еді. Мен сонда да бар күшімді жинадым да үйге қарай қайтуды жөн көрдім. Мен жүре бастаған кезде артымнан бір адамның мені аңдып келе жатқанын байқадым. Мен сонда да артыма бір қарадым да жайлап жүріп кете бердім. Ол адам сонда да артымда аңдып келе жатыр ма деген оймен тағы да қарадым. Ол артымнан келе жатыр екен. Мен қатты қорыққанымнан жүгіріп кеттім. Ол адам менің артымнан сонда да қуа бастады. Мен жүгіргенім соншалықты тіпті орман ішіне қалай кіріп кеткенімді де байқаған жоқпын. Ол маған тоқта деп қатты айқайлады. Мен қорыққанымнан тек қана алға қарай жүгіре бердім. Қуанышқа орай бір жарықты көрдім. Ол кішкентай балалардың ойнайтын алаңы болып шықты. Мен ол жерге келгеніме өте қатты қуандым. Және де мен телефоныма бір хабарлама келді. Мен телефонымды ашып қарағанда ол жердегі жаңалықтарда былай деді: ол адам өте жаман, және де ол тіпті адамды өлтіруге дейін барады деген хабарламаларды оқыдым. Мен өте қатты шок болдым. Менің ойыма бірден жаңағы менің артымнан қуалайтын адам есіме түсті. Мен қатты қорқып кеттім. Және де біреу менің мойнымнан қатты қысты. Мен сол адам екенін бірден сездім. Менің бірден басым айналып жерге құлап түстім. Көзімді ашып қарасам, аяқ-қолым байлаулы болды. Ол жер өте қорқынышты екен. Төбелері тесік, және де ол жерден сулар ағып тұрды. Және де мені қамап кеткен адам бір колпашонигін шешіп телефонмен сөйлесіп тұрған еді. Өте қорқынышты сөздер айтты. Тіпті өлтіруге дейін барамын деген сөздерді де естідім. Ол маған ақырындап жақындай бастады. Мен одан өте қатты қорқып отырдым. Аяқ-қолым дірілдеп, не істерімді білмедім. Ол маған қарай келді. Мен жібер дедім. Ол жібермеймін деп жағамды ұстап ұрды. Менің өкінішке орай қолым байлаулы болды. Бірақ тиіскеніне шыдамай бетіне түкірдім. Ол бетін сүртті де аяғындағы пышақты алып менің аяғыма тықты. Мен айқайладым, және де бір қоңыраудың даусы шықты. Ол менің аузымды скотчпен жауып кетті де үндемей отыр деді. Даусыңды шығарсаң тағы бір таяқ жейтінімді ескертіп кетті. Мен қатты қорқып отырдым. Сол кезде не істерімді білмедім. Орнымнан тұрдым да қолымды бір темірге үйкеліп шешіп алуға тырыстым. Қуанышқа орай қолым лезде шешіліп кетті. Мен қатты қуандым. Бірақ ол адам келгенде қолым байлаулы сияқты кейіп таныттым да қолымды артыма тығып отыра бердім. Және де ол адам маған қарай жақындай бастады. Ал менің қолым болса артымда тіпті байлаулы сияқты кейіп таныттым. Ол адам маған қарай жақындап келіп аяғымнан тартты. Ол қатты ашуланып кетті. Және де есіктің қоңырауы ұрылған еді. Мен аяғымды шешіп, жерде жатқан темірді алдым. Ол қайтадан келгенде мен орнымда жоқ болдым. Ол қатты ашуланды. Және де мені іздеу үшін басқа бөлмелерге қарай кетті. Мен оның артынан аңдып барып басынан темірмен ұрып қалдым. Ол бірден талып түсті де басы қанай бастады. Мен сол кезде қашуға тырыстым. Бірден ауруханаға қарай бет алдым. Ол жерге бара жатқан кезде бір адам есікті ашты. Және де мен ол жердегі ауруханаға жаттым. Аяғымның ауырғанын айттым. Ал ол адам менің түсіме енді жиі кіретін болды.